Өткенде демалыс күндері Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кәріз желілеріне қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлері мал сою пункттері бойынша рейдтік іс-шаралар өткізді. Мал сою алаңдары жеке үйлерде орналасқан. Құрбан айт кезінде құрбандыққа қойлар көп сойылды. Олардың қаны орталық кәріз желілеріне жіберілді. Бұл ағынды суларды қабылдау ережесін өрескел бұзу болып табылады. Елді мекендердің су бұру желілеріне сарқынды суларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 20 шілдедегі нөмір 546 бұйрығының 10 тармағына сәйкес мал сою орындарының кез келген қатты қалдықтарын және еті, тұтас қанды, терісін өңдеу қалдықтарын тастауға тыйым салынады. Жануарлардың қалдықтары мен қанын төгу кезінде қалалық кәріз желілеріне ғана емес, тазарту құрылыстарының кешеніне де зиян келтіріледі. Қанның әсеріне биогаз істен шығуы мүмкін. Сонымен қатар мал сою алаңдарына жақын орналасқан үйлердің тұрғындары күн сайын жағымсыз иіске ұшырайды. Рейд нәтижесінде су бұру қызметінен мал сою бойынша 6 нүкте ажыратылды. Бұл істер бойынша материалдар Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заң бөліміне беріледі. Мал сою пункттерінің иелерінен кейіннен жергілікті тазарту құрылыстарын орната отырып, су бұру қызметіне техникалық шарттарға шұғыл түрде өзгерістер енгізу қажеттігі туралы нұсқама беріледі. Әйтпесе кәсіпорын әкімшілігі сотқа жүгінуге мәжбүр болады. Құзыретті органдардан мал сою орындарының қызметіне назар аударуды және тиісті шараларды қабылдауды сұраймыз.